Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін математика сабағының 4-ші сабағын бастаймыз. Тақырыбы 2 саны және цифры, 2 санының құрамы. Балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. 2 саны және цифрымен танысасың. Балалар, 2 санын көрдіңдер ме қалай жазылатынын? Енді бірінші есепке назар аударайық. Суретке қара. Қай заттар 2-2-ден екенін айт. Балалар, тақтада қараңдаршы, 2 алма тұр. Санаймыз. 1, 2. Және 2 санының құрамы 1 және 1 деген сандардан тұрады екен. Енді тағы да суретте қандай 2 заттарды көріп тұрсыңдар? Қане, айтындаршы? Мұғалімнің үстелінде 2 дәптер тұр. Балалар, 2-2-ден отыр. 2 парта тұр. 2-2-ден орындықтар тұр. Оқушылардың партасында 2 пенал тұр. Тақтаның жанында 2 гүл ілініп тұр. Балалар, ары қарай жалғастырайық. 1 қарындаш ал, тағы біреуін қос. Неше болды? 1-ге 1-ді қоссақ, балалар, 2 болады. Дұрыс айтасың. Бірінші суретте не көрсетілген? Балалар, бірінші суретте бізде 2 қарындаш тұр. Демек, 1 қосу 1, 2 болады екен. Екінші суретте не көрсетілген? Екінші суретте керісінше, балалар, 2 қарындаштың біреуін алып тастаған. Сонда нешеу қалады? 1 қалады. Дұрыс, балалар. Демек, 2 санның құрамы 1 және 1 деген сандардан тұрады екен. Ары қарай жалғастырайық. Екінші есеп. Суретте 2-2-ден берілген заттар бар ма? Қалған суреттегі заттар 2-ден болу үшін не істеу керек? Балалар, ең бірінші суретте 2 кітап тұр. Демек, біз санаймыз. 1, 2. Дұрыс, балалар. Екінші суретте 1 ғана қарындаш тұр. Бізге екінші қарындашты не істеу керек, балалар? Қосу керек, жанына. Сол кезде 2-2-ден болады. Үшінші суретте 2 бояу тұр, балалар. Санаймыз бірге. 1, 2. Жарайсыңдар. Төртінші суретте 2 қалам тұр. Бірге санайықшы. 1, 2. Дұрыс, 2-2-ден тұр. Ал бесінші суретте 1 ғана дәптер тұр, балалар. Екінші затты қосамыз, тағы бір дәптер қоссақ, 2 дәптер болады. Қандай ақылды балаларсыңдар. Егер түсінікті болса, үшінші есепке көшейік. Ал балалар, үшінші есепте суреттегі заттарды жұптастыр, түсіндір деп беріліпті. Ең бірінші бізде кілт тұр. Кілт міндетті түрде немен бірге жүреді? Құлыппен. Дұрыс, балалар. Кілт пен құлып бір-бірінсіз жүрмейді. Өйткені үйдің есігінде кез келген нәрсені жауып қою үшін кілт пен құлып бірге болу керек. Тамаша. Келесі ағаш. Оны біз жапырақпен, балалар, бірге біріктіреміз. Келесі бізде бұлт, жаңбыр болып тұр. Жаңбыр жауғанда қолымызға не ұстаймыз, балалар? Әрине, қол шатыр. Жарайсыңдар, балалар. Демек, қол шатырға осы сызықты апарып қоямыз. Төртінші суретте бізде кисточка беріліпті, балалар. Бұл кисточканы немен бірге қоссақ болады? Дұрыс, балалар. Бояу, әрине, түрлі түсті бояумен кисточканы қолданып біз сурет сала аламыз. Сабағымыз түсінікті болса, бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Келесі кездескенше сабақтарыңды жақсы оқыңдар, балалар.